Қазақстан Республикасының энергетика вице-министрі жұмыс сапарымен Риддерге келіп, Риддер жылу энерго орталығына барып, тұрғындармен кездесті. Сұңғат Есімханов Риддер жылу энерго орталығына барып, стратегиялық нысанның жылу мерзіміндегі жұмысын бағалап қайтты. Ал кешірек тұрғындармен жүздесуде 7 миллиардтан астам теңгеге жылу орталығында жасалған жөндеу компаниясы оң нәтижесін берді деп ескерді. Тұрғындар өз кезегінде қала жылумен үздіксіз қамтылып жатқанына алғыстарын білдірді. Вице-министр Риддерлік жылу энерго орталығының модернизациясы жалғасатынын ескерді. Биыл өткен жылы жасалған жұмыс көлемін жасау керек. Кәсіпорын басшылығы тиісті құжаттарды дайындап, қанша қаражат қажет екенін талқылауда, баяндауда. Жылу тораптарына көңіл аудару қажет деп ойлаймын. Кездесуге келген бірінші аудан тұрғындары көп пәтерлі үйлерінің жылумен тиіссіз қамтылғанын нақтырақ айтатын болсақ, Рябинина жеке кәсіпкерлігінің жылу энергиясын тарату қызметіне қатысты сауалын көтерді. Вице-министр арнайы құрылған комиссия жағдайдың мән-жайын анықтайтынына уәде берді. Сонымен қоса тұрғындарды тиіссіз электр энергиясымен қамту, ескірген тораптардағы апаттық жағдайлар алаңдатады. Тұрғын үй коммуналды шаруашылығына тиесілі тораптар бар. Елімізде бәсеңдеп, мемлекеттің балансына көшіріліп жатқан тораптар бар. Тиісті заңнамалық өзгертулер және түзетулер ендірілген. Сұрақ шешілетін болады. Тиісті қалыпқа келтіріледі. Энергетика вице-министріне электр энергиясына тариф жөніндегі сұрақты, ол неліктен көтеріліп жатқанын қоймау мүмкін болмады. 15 ақпаннан Шығыс Қазақстанда және Абай облысында электр энергиясына жаңа тариф, бұрынғысынан 20%-ға жоғарысы ендірілді. Ал тарифтің алдыңғы көтерілуі желтоқсанда болған. Вице-министр арттыру себебін айтты. Оның бірі электр энергиясының көтерме сауда нарығындағы бағасының өзгеруі. Тариф көтеруге қатысты. Табиғи монополияларды реттеу комитетімен бірлесіп жұмыс өткіземіз. Тариф көтерудің бір себебі станциялардың электр энергиясының тарифін көтеру. Әр өңір бойынша тарифтар өңделіп жатыр. Оған қоса тұтас бір жөндеу компаниясы жүргізіледі. Оны да ескеру қажет. Энергетика вице-министрмен кездесу 1 сағаттан асты. Шығыс өңірлердің газификациясы, Риддердің жарықтандырылуы модернизациясы, жанар-жағармай құнының қалыптастырылуы және тағы өзге сұрақтар талқыланды. Риддер тұрғындары вице-министрге мүдделі сауалдарын қойып, мардымды жауаптарын ала алды.